Сәлем YouTube көрермендері, арнаға қош келдіңіздер. Бұл видеода подписаться футажын видеоға қалай қосады, соны көрсететін боламын. Өзім қандай футажды қолданамын және ол футажды қайдан алуға болады, осы тақырып бойынша пайдалы ақпараттармен, практикамен бөлісемін. Видеоны аяғына дейін қарасаңыз, сізде мен жасаған монтажды жасай аласыздар. Футаж жайында қысқаша айта кетейін. Футаж бұл видеомонтаждау үшін арнайы жасалған қысқа видеоролик. Футаждардың түрлері өте көп. Қандай тақырыпта іздейсіз? Табиғат, саяхат, спорт, туған күнге арналған футаждар, ақылы, ақысыз түрлерін таба аласыз. Егер бұл видеороликтерді дұрыс қолдана білсеңіз, видеоңыздың әсерлі шығуына мүмкіндік береді. Жалпы футаждарды видеоның басына, ортасына, аяғына қоюға болады. Футажды қайдан алуға болады? YouTube каналға кіріп, поискіге футаж подписка и лайк деп жазып іздесеңіздер, өте көп футаж түрлері шығады. Жалпы көрінісі осылай көрінеді. Мына бір каналда 95 видео бар екен. Кіріп көрейік. Уақыттары әртүрлі. 6 секунд, 7 секунд, 15 секунд, 2 минуттық болып келеді. Осы футаждардың ішінен өзіңізге ұнаған футажды таңдайсыз. Мысалға, біреуін ашып көрейік. Мұндай футаждардың дауысы болады. Видеоны жүктеп алу үшін поделиться дегенді басыңыз, копировать ссылку дегенді басасыз. YouTube'дан шығып, Google'ға кіріп поискіге Save From деп жазсаңыз, оңай әрі тез тартып алуға болатын сайт шығады. Осы сайттың үстін басып кіріңіз. Укажите адрес деген жерге видео сілтемесін ставить деп қоясыз. Енді төменге жылжытыңыз. Скачать дегенді басасыз. Видеоның дауыспен болғанын қаласаңыз, MP720 дегенді таңдайсыз. MP360 дегенді таңдасаңыз, видеоның дауысы болмайды. Видео галереяңызға сақталады. Қандай монтаждау құралын қолданасыз, соған кіріп, монтаждайтын видеоңызды таңдайсыз. Мен CapCut приложениясын қолданамын. Дайындап қойған видеоны үлгі ретінде көрсетемін. Бірінші дорожкаға негізгі видео тұрады. Екінші, үшінші дорожкаға видео бетіне қойылатын текст, стикерлер, осындай видеолар қойылады. Футаж видеосіне түсу үшін наложение дегенді басасыз. Добавить наложение дегенді басып, галереядан футажды таңдап, добавить дегенді бассаңыз, негізгі видеоның үстіне түседі. Бұл футажды қолмен үлкейтіп, кішірейтуге болады. Видеоның қай жеріне қойғыңыз келеді, ортасына ма, төменгі жеріне ме, немесе бір шетіне қойғыңыз келе ме, осылай ұнаған жеріңізге қоя аласыз. Видеода қоңырау белгісінің дауысы өте қатты, сондықтан дауысын пәсейтіңіз. Видеоның жасыл түсі хромакей деп аталады. Оны кетіру оңай. Кез келген монтаждайтын құралда жасыл фонды өшіретін хромакей деген болады. Сол хромакейді бассаңыз, дөңгелек пайда болады. Осы дөңгелек форманы жасыл фонға апарасыз. Әйтпесе өшпей қалады. Интенсивность дегенді басып,
0-ден 100-ге дейінгі стрелканы 100-ге апарсаңыз, жасыл фон кетеді. Соңында галочканы белгілеңіз. Осылай подписаться футажын видеоңызға қоя аласыз. Ұнатқан видеороликтің минуты ұзақтау болса, монтаждайтын құралыңызбен кесіп алсаңыз болады. Кейбір видеолардың арасында рұқсат етілмейтін футаждар болады. Сондықтан абай болыңыздар. Ақылы футаждарды ақысын төлеп ала аласыздар. Видеоға арналған футаждарды Pexabay, Pexels, Video, Cover сайттарынан таба аласыздар. Google-ға сайттың атын жазсаңыздар шығады. Сайтқа кіріп, өзіңізге қажетті видео немесе суретті сайттың поискісіне жазып іздесеңіздер шығады. Ұнатқан сурет видеоны жүктеп ала аласыздар. Видео ұнаса, лайк басып, комментарийге қандай тақырып қызықтырады, қандай тақырыптағы видеоларды көргіңіз келеді, ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Қайырлы білім болсын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.